Так, саламатсыздар ма, әріптестер? Қалайсыздар? Қал жағдайларыңыз қалай? Амансыздар ма? Мен қазір жасап отқан видеоролигім ол сынып жетекшілерге арналған. Яғни сынып жетекшілерге жалпы қандай мүмкіндіктері бар жайында толығырақ айтатын боламын. Және де оқушы, ата-ана логин парольдерін қалай беру керек. Ең басты мәселе осы. Яғни біздерде оқушылар толыққанды берілгені бар, және де жаңадан келген оқушылары бар. Солардың логин парольдерін қалай алады екен сынып жетекші, сол жайында көрсететін боламын. Енді қарасаңыздар, мектепке кірдік. Мектепке кіргеннен кейін жұмыс үстелін басамыз. Жұмыс үстелін басқан кезде әрбір қызметкердің өзінің жұмыс үстелінде жұмыс атқаратын қызметтері болады. Мысалы, пән мұғалімінде сынып жетекшілік көрсетілмейді. Өйткені ол пән мұғалімінде сынып жетекші сынып болмағандықтан. Егер сыныбы болатын болса, онда ол кісіде жұмыс үстелінде сыныбы көрсетіледі. Мына қарасаңыздар, толыққанды осында сабақ берілетін, және де мына жерде күнделікті қай сабақтарға, сыныптарға сабақтары болатыны осы жерден көрінеді екен. Жұмысты да толтырған кезде жұмыс үстелінен кіріп толтырғандарыңыз жөн болады. Өйткені сіздер көбінде журналды басасыздар, сол жерден сыныпты ашасыздар, сол жерден өздеріңіздің пәндеріңізді ашып, көбінде қателесіп жатасыздар. Яғни апрельдің жаңағыдай біріне қоям деп, январдың біріне қоям деген сияқты, немесе марттың біріне қоям деген сияқты қойып жатқан мұғалімдерде кездесіп жатады. Яғни олардың қателіктер, осындай қателіктер жіберіліп жатқанын байқап жатамыз. Жалпы енді сынып жетекші болғандықтан мына сыныбы көрсетіліп тұр. Ол сынып бойынша кесте көрсетіледі, журнал, үлгерім, оқушылар, ата-аналар және белсенділіктер. Енді бұның барлығы сол сыныптың жұмыс жасау барысындағы сынып жетекшінің міндеті. Сынып жетекші ол сыныптың кестесін көре алады, сынып жетекші журналын ашып қарай алады. Журналын ашып қарағанда әрбір сол сабақ беретін пәндерін толыққанды бағалау қалай жүріп жатқанын және үлгерім қалай көрсеткіштер көрсетіліп жатқанын бақылайды екен. Сынып жетекші апта бойынша өз сыныбын түгелдей бақылап, немесе күндегісін күнде бақылап, бағалаулар қалай жүріп жатыр, үздіктер қалай жұмыс жасап жатыр, төмен үлгерімі төмен балалармен жұмыс қандай деңгейде жүріп жатыр, соның барлығын тікелей сынып жетекші бақылауда ұстау керек. Белсенділікте ол апта бойы оқушыларының, ата-аналарының белсенділігін көре алады. Яғни күнделік кезеттің қандай деңгейде пайдаланып жатыр, соның барлығын қарап көре алады екен. Ендігі мәселе ол оқушыларға логиндарын беру. Ұмытып қалған оқушыларға деп айтайын. Өйткені бізде жаңағыдай оқушы дегенге кіреміз, сынып жетекшіге осы не ашылады, сыныбында жаңағыдай қазіргі сыныпта деген бар, яғни осы қазір алдында отырған сыныбы, және сыныпта болды деген бар. Енді ол сыныпта болды, өйткені болып кетіп қалған оқушылар да болады бізде. Кеткен оқушылар сол қатарда болады екен. Енді қарасаңыздар, мына оқушылардың барлығы тікелей хат-хабар алмасу бөлімінде тұр. Өйткені бұлар логин парольдерін алған, іске қосқан, қазіргі таңда пайдаланып жатыр деп ойлаймыз. Енді Нышанбеков Нұрбол Бақтиярович, бұл оқушы жаңадан келген, және де жүйеге жаңа пайдаланушы ретінде тіркелген. Негізі бізде екі вариант бар. Қазіргі таңда біздер жаңа пайдаланушы ретінде ғана тіркей аламыз. Ол мектепке енді бастапқы келген оқушыны ғана тіркеуіміз керек. Ал енді басқа мектептен келген оқушылар сол мектебінен логин парольмен келу керек. Сынып жетекшілер осы мәселені дұрыс ескерсеңіздер дұрыс болар еді. Сұр түстегі оқушы, бұл оқушының әлі логин паролі оқушыға берілмеген жүйе бойынша, және де оқушы ол логин парольмен күнделігін әлі ашып қарамаған. Мүлде деген сөз. Так, қаламшаны басасыздар. Төменде мына логин парольді жазасыздар. Оны оқушыға бересіздер. Оқушыға берген кезде оқушы өзі кіреді, мәліметтер шығады, белгілі мәліметтер. Мүлде жүйеге кірмеген оқушы не ата-ана мұғалім болатын болса, ол жайында біз жүйеге енгіздік қой. Бұның туылған күнін енгіздік.
так сыныбын енгіздік деген сияқты жаңағыдай мына жерде енгізілмей қалған мәліметтер сұралады екен. Электронный поштасы сұралады, телефон номер сұралады деген сияқты ғой. Жалпы осы мына логин парольді мына тұрған Нұрбол Нишанбеков деген және уақытша құпия сөз 79 69 42 47 және 89 деген жаңағыдай уақытша құпия сөзді алып іске қосу керек екен. Мұғалім оқушыға беріп қоя салмаңыздар. Оқушы қайта жұмыс істеріне өтейін. Оқушы ол енді қолданып жатқан болуы да мүмкін, сондықтан оларда түсінбеушілік болады. Яғни жаңағыдай күнделікті қолдана алмауы мүмкін. Сондықтан сынып жетекші өздеріңіз барынша үйретсеңіздер. Енді мына қаламшаны мына жерде оқушының біреуі нені ұмытып қалды. Паролін ұмытып қалды. Ал енді ол кімнен сұрайды? Ол сынып жетекшісінен сұрайды. Енді сынып жетекшісі оған паролін беру керек. Яғни күнделікті кіру жүйесін қадағалау мақсатында. Асылбек Диасты көрейік. Қаламшаны бастым. Қаламшаны басқан кезде ол оқушы жайында толық мәлімет тұрады және мына жерде қарасаңыздар пайдаланушы аты және тіркелген күні тұрады. Яғни қай күні тіркелген сол ашылады екен. Деректер, жетістіктер, көшу, бұйрықтар, осы жерде толыққанды жаңағыдай сыныбына байланысты сынып жетекшілердің мәліметтер толтыру мүмкіндігі бар екен. Сынып жетекшілер осы мәліметтердің негізі нақты адрестерді жазуларыңыз керек. Мына оқушының мысалы ЖСН-ін жазу керек, оның бойындағы белгілі бір қасиетін жазу керек деген сияқты. Туу туралы куәлігін жазу керек. Мысалы денсаулық жағдайына байланысты ол негізгі топтама жаңағыдай мекен жайы, телефон номері деген мәліметтер сынып жетекші тікелей толтыратын мәліметтер екен. Жетістіктері бар мына жерде. Жетістіктер қосасыздар. Егер аудандық жеңістен грамота алған болса, жаңағыдай облыстық жеңістен, спорт саласының жетістігі болса, жетістіктерін қосып қойып отырсаңыздар жақсы болар еді. Енді бізге керегі пайдаланушы аты және құпия сөз. Пайдаланушы аты және құпия сөз деген кезде Асылбек деп пайдаланушы аты шығады және құпия сөз дейді. Қазіргі құпия сөзді ығыстыру дейді. Асылбек егер де ескі жаңағыдай паролін ұмытып қалды ғой, енді оны білмейді. Ол құпия сөзді біз сынып жетекші ысырып тастайды тағына, оған не қылады? 6 санды уақытша код береді екен. Ол код бойынша оқушы өзі пароль қою керек. Ал енді оқушы өзі пароль қоя алмауы да мүмкін. Сондықтан сынып жетекші бастапқы кезде сыныбына көрсету керек, немесе өзі жалпы тұрақты пароль енгізіп, сенің паролің осындай нақты, осымен күнделікті кіресің деп көрсеткен дұрыс болады. Енді өзіне беріп жіберетін болсаңыздар, немесе өздеріңіз кіретін болсаңыздар, интернет браузерден, яғни Chrome'нан, Google'дан кіргендеріңіз жөн болады. Өйткені күнделік кезеттің қазіргі таңда приложениесі бар. Сондықтан ол приложениемен кіріп жатады біреулер, уақытша құпия сөз беріп жібереді сынып жетекші. Ол приложениемен кіреді. Ал приложениеде уақытша құпия сөзбен кірген кезде ол оқымайды. Ол қабылдамайды. Жаңағыдай ары қарап іс жүрмейді. Сөйтеді тағына мен сіздің берген пароліңіз жарамсыз деп жатыр, дұрыс емес деп жатыр деп қайта апайына шығып жатқан жағдайлар кездеседі. Сондықтан оқушыға уақытша құпия сөзді берген кезде жаңағыдай приложение арқылы кірмейміз, телефоныңдағы интернет арқылы кіріңіздер, немесе Chrome арқылы кіріңіздер деп компьютерде болса. Солай көрсетіңіздер, нақты айтып ескертіп жіберіңіздер. Енді мен мына оқушының паролін қайта қалпына жасап беруім керек сынып жетекші ретінде. Мен логинін жазып алдым, паролін жазып қойдым, енді шығу деген батырманы басам. Қайта кіру деген батырманы басам. Яғни мен өз атымнан шықтым да оқушының атына кірейін деп жатырмын. Бастым, және де мына жерде уақытша құпия сөз бар еді. Бізде 31, 24, одан кейін бізде 30 деген. Жаңа құпия сөз таңдаңыз дейді. Мына жерге жаңа құпия сөз енгізілу керек. Біздерде мұғалімдердегідей бұл оқушылардікі аса бір күрделі дүние емес. Плюс таңбаша немесе сондай таңбаша қою шарт емес. Просто үлкен алфавит болсын, әріп болсын деген сияқты, кейін сан болсын. Сол үш қағида ғана орындалса,
міне керемет деп шықты. Пароліміз қабылданды. Үлкен А, кіші 1 2 3 4 5. Так, таңдалды. Кіру батырмасын басамыз. Так, оқушының атынан кірдік. Мына Асылбек. Так, мына жерден қазақша қоя алады. Оқушы егер қазақша қарағысы келсе, орысша қарағысы келсе, орысша қоя алады. Енді жалпы бағаларын көре алады. Мына жерде қандай балл, не пәннен қандай балл алып жатқанын. Енді мына жасалып жатқан видеоролик сынып жетекшілерге, сынып жетекшілер ғана бұл видеороликті көре алады, нені жасай алады. Сынып жетекшіде ғана бар бұл мүмкіндік. Осы оқушыларыңызға уақытында егер паролін білмей қалса, өздеріңіз осы жерден алып берсеңіздер, жаңағыдай күнделікті кіру жүйесін қадағаласаңыздар. Одан кейін бізде ата-ана бар еді. Ата-анада да тура осындай әрекеттер жүргізіледі екен. Яғни ата-анаға да тура осылай береді екенсіздер. Оқушыға қалай беріңіздер, ата-анаға да солай бересіздер. Күнделікті көріп, осы видеоны қарап, толыққанды біліп, жаңағыдай оқушыларыңызға үйретсеңіздер, және ата-анаға күнделікті жүйелі кіру жүйесін үйретсеңіздер. Жалпы назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Видео жалпы сіздердің керек болады деп ойлаймын енді.